Ассалаумағалейкум, құрметті миллионер, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Құлынбет. Маған көп қойылатын сұрақтардың бірі қазір уақытта биткоинді қай жақта сақтаған дұрыс, осыған пошаговый инструкция көрсетші деп маған бір сұрақ қойып жатыр. Бүгінгі видеода мен өзімнің Binance биржамды қолданып биткоинді сатып аламыз, одан кейін барып өзіміздің крипто кошелегімізге аударатын боламыз. То есть крипто кошелекте биткоинді сақтаған дұрыс болып табылады, чем биржаға қарағанда. Енді крипто кошелек деген кезде бұл жақта крипто кошелектің холодный бар, теплый бар. Енді холодный бұл жақта алдыңғы видеода мен айтып өткен болатынмын. Бұл солардың біреуі Tangent Wallet кошелегін қолдансаңыздар болады. Егер заказ берем десеңіздер, мен сілтемесінің барын астына қалдырып кеттім. Сояқтан заказ беріп, өздеріңіз байқанда биткоин болсын, басқа криптовалюта болсын, сол жақта сақтасаңыздар болады. Онымен қоса теплый крипто кошелектері сақтасаңыздар да болады. Trust Wallet, там тағы басқа кошелектер бар. Мен түсінген бойынша MetaMaskте именно биткоин желісі жоқ. Сол себепті Trust Wallet multi-chainде сақтасаңыздар болады. Ешқандай проблема емес. Мен өзім сол жақта тоже сақтаймын. Ол жақта ең басты 12 құпия сөзіңізді ұмытпау керексіз. Сол себепті қазір мен сіздерге өзімнің Binance аккаунтынан биткоин сатып алып, соны Trust Walletке жіберіп көрсететін боламын. Достар, видеоға көшпей тұрып сіздерге бір сұрайын деп едім. Менің қазір камерам қалай болып тұр? Себебі мен өзімнің алдыңғы видеода шыққан кезде мен алдыңғы видеоны S20 Ultra камерасына түсірген болатынмын. Ал енді қазіргі камерам S23 Plus камерасына түсіріп отырмын. Себебі менің S20 камерамның экраны сынып қалды. Мына жақтан асфальтке құлады. Мынаны құлағаннан кейін общем экраны мүлдем істемей қалды. Істейді, бірақ кейде істейді, кейде істемейді. В общем, осындай менде проблема. Бұнда жөндету керек. Жөндетудің өзі кәдімгідей 100 000 теңге тұрады екен, плюс-минус. Сол себепті оған потом асықпай жөндейтін боламын. Енді өздеріңіз бағалап жүріңіздер, камерасының качествосы қалай, и комментарийға жазып жүріңіздер. Мағанда бұл өте маңызды. Ал біз бастаймыз, достар. Пошагово сіздерге көрсетемін. Видеоға лайк, подписка, колокольчиктеріңізді басып, осы видеоны достарыңызға жіберіп, және комментарийға өздеріңіз сұрақтарыңызды жазуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Ал достар, қазір өзімнің телефон экранын көрсетіп отырмын. Мынаяқтан біз Binanceға кіреміз. Егер сіздерде Binance аккаунт болмаса, менде YouTube-ның астында описаниеда сілтеме бар. Сол сілтеме арқылы өтіп 20% плюс $50 ваучер бонус алсаңыздар болады. Binanceға кіреміз. Сонда достар, ең бірінші біз не істейміз? Әрине, біздің Binance аккаунтымызда спот балансымызда ақша жату керек. Мен мысалы кошелекке кіремін. Мына жақтан бізде ең жоғарында мынаяқта бізде спот деген тұр. Мен спотқа басам. И бұл жерде бізде мысалы USDT жатыр. $812 менде жатыр USDT. Бір USDT $1 ғой былай айтқанда. И сіздерде бұл жерде ақша болса, без проблем қазір мен артынан қайталайсыздар. Егер сіздерде осы жақта USDT болмаса, онда сіздер әрине через P2P арқылы главный басам. Осы жақтан P2P-ге басам. И осы жерден сіздер USDT сатып аласыздар. Егер Каспи болса Каспи, жақтан банктер таңдап, арасынан Каспи, Халық банк, разница жоқ. И таңдап сатып аласыздар, өзіңізге керекті USDT. Енді сатып алдыңыздар, сатып алғаннан кейін сіздердің USDT-ларыңыз пополнение шотқа түседі. Жақтан бізде пополнение шотқа түседі осы жаққа. И осы жақтан сіздер перевод арқылы спотқа аударып алсаңыздар болады. Жоғары жақта бізде перевод деген бар. Міне осы жақтан үстінде пополнение, астында спот деп. Сөйтіп жақтан биткоин орнына USDT таңдайсыздар. Максимум басып аударасыз. Астында жасыл сары жанады, сары кнопка жанады. Соны басқан кезде сіздердің пополнение шоттан спотқа ақша түседі. Міне сіздердің спот баланстарыңызға ақша түсті. Ары қарай не істейміз? Осы жақтан біз сделки бөліміне кіреміз. Жоғары жақтан кейбір USDT-ні басып, сіздер басқа шығады, үстінен бассаңыздар болды. Мына жақта мен жазамын BTC деп жазамын. Bitcoin USDT. Міне Bitcoin USDT-ні үстінен басамын. Міне осы жақтан сіздер лимитіне ордермен кішкене күтіп сатсаңыздар болады, өзіңіздің бағаңызды қойып, немесе бірден сатып алсаңыздар да болады рыночный бағамен. Мен лимитпен сатып алайын. По-любому қазір бағасын жақындатып қоя салам. Мысалы бізде $26 000 102 болып тұр. Мына жақтан біз қазір былай істейміз. Мынаны мен өшіремін де. Так, 2 басамын. Одан кейін барып мына жақтан точка қоямыз. Точка 20 деп қоя салайын. 28 айналады. 28 дей салайын, ладно. 28, 27, 25 дейік. Аяқтан өзгеріп отыр. Даже 102 тұра берсін, міне.
102-ге түскен секілді. Енді осы жерден мен яқтан количество USDT 105 деймін. 105 доллар. 105 емес, 107 дейік. 107 доллар. Яқтан 817 екен. 107-ге алайын ровно. Так, алдым. И яқтан біз купить дегенде басамыз. Ал достар, бізде сатып алынды. Енді біз өзіміздің кошелекке кіреміз. Яқтан бізде қазір USDT болу керек. Бір обновление жасап жүрейін. Обновление. Міне биткоин пайда болды. 106.85. 0.15 доллар комиссия алынды примерно. Міне 106.85 доллар түсті. Міне биткоинға кірдік. Осы жақтан біз выводты басамыз. Осы жақтан отправить через крипто сеть дегенді таңдаймыз. Енді қараңыздар, бұл жаққа бізге адрес деп тұр. Осы жаққа адресті қою керек. Ол адресті біз қайдан аламыз? Ол үшін біз өзіміздің крипто кошелегімізге кіреміз. Бұл Trust Wallet кошелегі. Міне Trust Walletке кірдік. Осы жақта менде 400 доллардай биткоин жатыр. Осының үстінен басамыз. И мынау жақтан біз получить дегенді басамыз. И осы жақтағы адресті мен скопировать етемін. Скопировать адрес. И біз Binance'ға қайтып кіріп, осы жақта адресті қоямыз. Все, адресті қойдық. Астында сеть деген автоматически қойылды. Егер қойылмаған болса, биткоинді таңдайсыздар. Одан кейін барып максимумды басамыз. Бүкіл биткоинді мен шығарып алатын боламын. И бізде ең астында көріп отырсаңыздар, комиссия сети деп тұр. Бұл биткоиннің желісін аударған кезде комиссия болып табылады. Примерно 0. Алдында 4.0 қателеспесем, 4.05 деп тұр. 0.005 болып тұр. Так, сеть бойынша наяқтан кіріп көрсек, наяқтан көрсетема. Комиссия. Примерно 1 доллар 30 цент болып тұр. Именно биткоин желімен аударатын болсақ. Басқа желімен кеңес берейін, бізде лучше через биткоин дұрыс болып табады. Биткоин таңдаймыз. 1 доллар 30 цент комиссия алынады. Все, барлығын білдік. Адрес барлығын қойдық. И одан кейін барып выводты басамыз. Выводты бастым, яқтан бәрін тексеріп аламыз и подтвердить басамыз. Мынау жақтан өзіміздің Google аутентификатор кодымызды қоямыз. Так, 660-880. 660-880 деп қоямыз. Все, достар, платеж обрабатывается деп шықты. Примерно қазір кішкене бір 5 минуттай күтеміз и 5 минут шамасында біздің Trust Walletке ақша түсу керек. Сонымен достар, міне көріп отырғандарыңыздай бізге плюс-минус 5 минутта ақша түсті. Барлығы чеки-поки. Егер сіздер осыны қайталап жасап көрсеңіздер, сіздерге де осылай ақша түсу керек. Егер қосымша бір түсінбеген сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарийға жазып өтіңіздер. Сонымен достар, егер бұл видео сіздерге пайдалы болса, лайк, подписка, колокольчиктеріңізді басып, қосымша сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астына түсіп, комментарийға жазып отырыңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Әр сұрақ бойынша мен бөлек видео түсіретін боламын. Сол себепті бұл сұрақтарды қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерден болған мен Зейқымбет, келесі жүздескенше сау сәлеметте болайық. Барлығымызға чеки-пау.